Қайдан жүрсің, Мәди? Жай жүрген. Жүр кеттік. Қайда? Ой, сені де. Жүрсек қызық болады. Жүр. Слышь? Алло. Дүкенге қазір келе жатырмын. Точно Ливерпуль жеңе ма? Все хорошо. Ерлан, қайсыл бәрі ұзлас. Өтініш, осындайларын қойыңдаршы. Маған келгенде көреді екенсің. Ақылыңды бүктеп алтаңа салып қой. Сәлем, Лаура, сен қайдасың? Жұмыстармен жүрмін. Не болды, жай ма? Бүгін көшеде Ерланды көрдім. Болмайтын ойынға ақша тігіп жатыр. Не? Мен мына жерде жұмыс жасап, қиналып жүрсем, ол қайдағы жоққа құртып жүр? Нанға ақша таппай жүрсе? Иә, онымен сөйлес әпке ретінде. Ол түсінер. Жақсы, сау бол, кездескенше. Ерлан, берген тез. Не ол тәпке жай ма? Түпкілінген Димасқа келсің ба? Не деген бетсің? Түсінікті әлгім алмайтқан. Сен тіліне еге бол. Керісінше ол мен інім бол керек еді. Не деген адамсыңдар? Сен! Менің өз өмірім өзім білем. Сені қалай іні деп айтуға болады? Сен мен інім деп санамайын даже. Мен де сендей әпкем барына ұялам. Жер сыпырып әркімнің боғын тазалап жүресің. Інім ау, біреудің боғын тазалап жүрсе де, ол адал ақша ғой. А есть подарим фонтанчик с черным дельфином, и в жизни видеть лишь раз его Папа, так алу керек болды. Дос, как ты? Норм өзің. Сотам қайдан жүрсің? Сен бір нәрсе берейін деуін. Оқуы керемет қандай нәрсе? Мына кітап саған сыйлыққа әлде де ойланасың. Рахмет. Давай соға әлде де ойланасың. Қызық екен, қандай кітап? Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жайлы 150 сұрақ. Бауырым, қалайсың? Жайса жүрсің ба? Бауырым деме. Сен мен үшін тұрып бердің ба? Тұрған жоқсың. Сондықтан бауыр емессің сен маған. Түсінікті. Әкпенен алманың үшінде мен алайын дедім ба? Мен тек бауыр ретінде айттым. Бауырым, мынау адамзаттың асыл тәжі деген Мұхаммед пайғамбардың өмірі. Осы кітапты оқыды, сәл де болмаса ойлан, иманға кел. Біз ана өмірде кездесеміз. Жолың болсын.